Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Рамазан. Бүгін әдеттегідей эффектілер салмаймын. Бүгін әдеттегідей командный блоктар, әртүрлі барьер, сондай сияқты заттар саламын. Бүгінгі видеода 4 нені салатын боламыз. Қалғанын келесі жастарда саламын. Ал біріншісін мен қазір сіздерге жазып көрсетейін. Біріншісі блок. Бұл енді сіздер көбіне білетіндей кәдімгі командный блок. Бұл жерде анау қыла бересіздер, теп қылсаңыздар, бүйтсеңіздер болады. Обычный цикл десеңіздер де болады. Либо кәдімгі обычный блок. Егер де бұның басқаша түрін жазғыларыңыз келсе, екінші жаста салатын болам бұлардың осындай түрлерін. Ал біз ендеше екінші затымызға кеттік. Ол әрине не деп ойлайсыздар? Ол әрине барьер. Give us барьер. Міне, біздің қолымызға барьер түсті. Бұл барьер не істей алады дейсіздер, айтайын ба? Бұл барьер, аптастасаң көрінбейді, ұстасаң көрінеді. Бұл любой неге шыдайды. Бедроктан да мықты. Бұны еш нәрсе сындырамайды, еш нәрсеге жарылмайды. Өте мықты нелердің бірі ғой, бұл. Бұл барьерді әсіресе достарыңызға тролл еткенге өте зор. Үйлеріне кіре алмай қалғанда сондайға өте зор болғандай нелер. Ал ендеше біз төртінші немізге кеттік. Ол не деп ойлайсыздар? Бұл сәл ұзақтау болады. Оны мен қысқартып видеомен істейін. Ал міне біздің үшінші неміз. Бұл енді структурный void. Яғни пустой блок. Дома жоқ, пустой блок. Кәдімгі барьер сияқты. Кәдімгі пустой блок. Бұған любой нәрсе жасасаңыздар да болады. Бірақ бұл блок ретінде қойғандықтан сіздерге көрсетемін. Мысалы, картинка аламызда бұған жігітеміз. Бұл кәдімгі пустой не болып тұр. Ал егер де сіздер осы, бұл не ғой? Мен баға таза. Аналар кейде көп картинда қоясыздар да, біреуін таңдау керек та, сол кезде бұл өте зор не болады. Біреулер тролл еткенге ма зор қылады бұл. Мысалы мен мына бір нәрсе қойдым да, осы жерге бір бәле қойдым. Енді қазір бұның үстіне рамка қоямыз. Біреулер келеді да, бүйтеді да, няу етіп түсіп кетеді да, турасының ловушкаңызға түсіп кете салады. Бұл әсіресе сізден достарыңызға шайқасқанға, ПВП-ға өте қажет нелердің бірі ғой. Ал біз ендеше төртінші немізге кеттік. Ал міне біздің төртінші неміз. Бұл енді блок цвета. Вот дәл осын жазасыздар. Мына 9-ның орнына 5, 4, енді бұның неғысы 9-ға дейін барады. Бірақ негізінде бұл 15-ге дейін барады. Міне 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Дәл осындай. Бұл түнде қатты жанады. Кәдімгі зор болып жанады. Так, көрсетемін. Время полночь. Міне. Біреуінің өзі почти бір нені ап тұр ғой. Темада. И сосын бұл әсіресе нелерге зор ғой. Түнде. Бұл да тоже барьерге ұқсайды ғой. Оны да бүйтіп аптастасаң көрінбейді. Любой нені қойсаң да болады. Мысалы, мен мұндан аламын да, бүйтіп қоясам, бұл өзіне болып қалды. Бұл, пустой блоктың несі ғой? Блоктың несі ғой, серіктесің. Бұл оны бүйтсең көрінбейді. Бүйтсең көрінеді, барьердің несі ғой.
Ал біз қалған нелерімізді екінші частта салатын болам. Сіздермен болған мен бүгін Рамазан. Бүгінгі менің видеома лайк басып, колокольчикті қосып, поделиться достарыңызға жіберіп қойыңыздар, және подписаться деген кнопканы басып, менің арнамды қолдап кетіңіздер. 50 көрерменге дейін жақын қалды. Өтінемін достар, қолдап жіберіңіздерші. Кейін мен осы тікелей эфирдан тура осы Майнкрафттан түсіретін болам, тікелей эфир. Давайте сол үшін де мені 50 көрермен қойық тезірек достар. И 50 көрерменнен де көп, Дейлинің подписчигінен де көп мені қолдап кетіңіздер. Алдағы күндерде видео шығады, жалғаса береді. Бұл осы немен тоқтап қалмайды. Мүмкін қалған екінші частын екінші күндерде салам, ертең салам. Енді мен қазір сабақ оқып жүрген екен, қолым босамайды. Сол үшін де маған да түсініспеушілік танытпай кетіңіздер. Ал бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған мен Рамазан. Сау болыңыздар.